Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге керемет дәмді болып шығатын фаршированный перец, яғни басқа жерлерде голубцы деп те аталынады. Осы тағамды жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тамаққа қажетті заттардың құрамын осы видеоның астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Жасап жатқан перецтің санына қарай күрішіңізді өлшеп аласыз. Яғни мен 10 шақты перец болғандықтан бір пиала толтырмай күріш салдым. Күрішімізді осылай ыстық суға алдын ала жібітіп аламыз. Сонда жақсы таза пісетін болады. Алдымен пияздарымызды майдалап, жақсылап турап аламыз. Майдалап тураған пиязымызды қарыштың үстіне саламыз. Татымына қарай бұрыш саламыз. Азырақ тұз саламыз. Және де сұйық майдан кішірек қосамыз. Сонда ішіндегі күрішіміз жақсы болып піседі. Құрғақ болмайды. Жібітілген күрішімізді саламыз үстіне. Жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Дайын болған салмамызды перецтердің ішіне салып шығамыз. Перецтеріміздің ішіне салмаларын салып шықтық. Енді кішкене сұйық майымызды қазанымызға құйып, сорпасын дайындап аламыз. Қазанымызға азырақ сұйық май құямыз. Майымызға кішірек пияз салып қуырып аламыз. Қызарғанша үстіне жарты шай қасық томат пастасын саламыз. Және қуырып алғанша үстіне суымызды құямыз. Енді перецтерімізді саламыз. Қайнаған су құюға да болады. Мен салқын су құйдым. Өз қалауларыңыз бойынша сорпасына картоп қоссаңыздар да болады. Мен картоп қосқанды жөн көрдім. Балаларға кішкене езіп береміз. Кішкене жарты шай қасық тұз сап жібереміз. Дәмін кіру үшін жауып 40-50 минутқа пісіріп аламыз. Фаршированный переціміз дайын болып шықты. Өте әдемі болып, езілмей пісті. Сіздер де жасап дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, жылдам жасалынатын тағам. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.